Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Бүгін 24 сәуір. Осыдан бір жұма бұрын видео түсіріп каналыма салған екенмін. Қазір күн жылы ғой. Сондықтан мамырға да міне 6 күн қалды ма? Күн жылы болып жатыр. Ал жылыжайдың ішінде өте жылы. Сондықтан ыстық. Міне 30-ды көрсетіп тұр. Мынау екінші 20-ны көрсеткен кезде табличка дейміз ба, табло дейміз ба, 20-ны көрсеткен кезде смайлик күліп күшті болады. Жаңа 30-ға келген кезде смайлик ренжіп қалды. Ыстықтау деген сөз ол, көрдіңіздер ме? Осындай ауа райы. Сол күннің ыстығы болғандықтан, жаңағы жылыжайдың ішінде ыстық болғандықтан өсу процесі де тезірек жүреді екен. Сондықтан бір жұмада қандай өзгеріс болды, сол туралы бір-екі бөліп, үшеу ма қазір видео салам. Сол видеоларды тамашаласаңыздар болады. Және де лайк басып, подписаться тетігін басып, каналыма жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Мынау енді өткендегі пикировка дейміз ғой, жеке-жеке алып отырғызу. Кішірек кездерінде алып отырғызған салат жапырақтарым қалай болды десеңіздер, міне осындай болды. Бұл жер қолайлы болған сияқты, несімен қолайлы, көрдіңіздер ме? Таңертең қазір 10-нан кеткен уақыт, мына жерлерге қатты күн түседі ғой. Салат жапырақтары негізі ептеп салқынды жақсы көреді. Анау күннің қатты жылуын тоспай-ақ еге берсеңіздер болады далаға. Өйткені салқында редиска, салат жапырақтары олар өсе береді. Енді қатты қар жауып, бұршақ жатып қалғанда білмеймін, үсіп кете ма, үсіп кетпей ма. Негізі анау біздің жақта құралай деп айтады, сол суыққа дейін еге беруге болады. Сондықтан міне осы пикировка жасағаным өте дұрыс болыпты. Өйткені көрдіңіздер ме, араларында ара қашықтықтары дұрыс, өте жақсы өсіп жатыр, бір-біріне мешайт етпейді. Міне жап-жасыл болып жаңадан өсіп келатқандары білінеді. Мына жерде бүгін пикировка жасағандарым. Негізі мынандай күн шақырайып тұрған кезде пикировка жасалмайды. Бүгін таңертең 8-де күн, анау бұлыңғыр дейміз ғой, өте бұлыңғыр болып тұрды. Бүгін күн ондай былай шақырайып шықпайтындай болып тұрды. Сондықтан мен осындай пикировка жасап тастағанмын. Бірақ енді 2 сағат болды ғой жасағаныма. Сол кезде жасап 2 сағаттан асты суарып қойғанмын. Енді бүгінгі күн ыстығына шыдаса жақсы болар еді. Бұл жерде менде білесіздер қызанақтар болатын. Волгоградский және белый налив деген сұрып. Олардың бәрін стакандарға отырғызып болдым. Бүгін таңертең соң қалғанын аяқтап отырғыздым. Мына жер ептеп бос болып тұр. Бұл жерде 1 айдан асып кетті деп, баялдылар шықпай жатыр деп едім ғой. Міне сол баялдылар шығып жатыр. Міне баялдылар шығып жатыр. Сондықтан оны қайта-қайта еккен күннің өзінде біраз тосу керек болады. Бірақ мынау 1 айдан асып кеткен, бәрі баялды 1 айдан асып кеткенде шығады деген сөз емес екен, соны бір айтып қойайын. Өйткені басқа жерге тағы еккен, олар бұдан көрі тезірек шықты. Енді қияр, қызанақ сияқты тез емес, бірағында осы баялдымен салыстырған кезде мынау 1 айдан асып барып шықса, олар өте одан көрі енді бір 10 күннен аса шыға бастады, 10 күннен асқаннан кейін. Мына жерде салат жапырақтары, өте тығыз орналасқан салат жапырақтары. Бұл салат жапырақтарымды енді біраз осы видеоларын қарап жүрген адамдар білесіздер. Міне бүгін мына жерде үйісі өсіп жатқан жерінен, осы жерден ептеп кішкене ғана жерден алғанмын ғой, көрдіңіздер ма? Осы 4 қатарды сосын мына жерден алғанмын. Міне ептеп біраз жер ғана, кішкене жер ғана, мына жерден кішкене жер, осындай жер ғана алғанмын ғой. Соншама үйісіп өсіп жатқандығы, жапырақтар өсіп кетсе мынандай болып, бір-бірінің арасына кіріп алады, осында үйісіп жұлынады екен. Міне біраз жапырақтар жұлынды. Дегенмен де өстіп жеке өскені дұрысырақ деп, үйісіп өскенде енді жапырақтарын қайда жібереді, көрдіңіздер ма? Қазіргі күннің өзінде осы жерде нормальный болып тұр, жақсы болып тұр, әйтеуір орын баршылық болып тұр.
негізі әрқайсысы жеке анандай салат жапырағы болып томпайып өссе орын мүлде тығыз болады. Және де мына жерлері көрдіңіздер ма, осындай ұзын болып астың жағында жапырақтар аз болып былайынан жарыққа таласып, сондай ұзын болып өсуі мүмкін. Мына жерде қаншама тұр. Сол сияқты ары қарай жақсы өсіп кететін шығар сол жапырақтар. Бірақ анау үлкендері жатыр ғой құлап. Солар енді көтеріле қоюы екі талай негізі. Келешекте олар жаңағы жай қурап кететін шығар. Жаңа жапырақтар шығатын шығар. Қазір тік болып тұрғандар ептеп өсуі мүмкін. Енді қандай жағдай болған күннің өзінде үйісіп өсіп тұрғанша осыларға келешекте анау жан бітіп, негізі бір нәрсе өсерді айтады ғой. Анау өліп барып тіріледі деп, сол сияқты өліп барып өстіп жаңағы жақсы өсіп кетуі мүмкін. Енді бұл бірінші видеом. Назарларыңызға рахмет.